көз алдыңызда ұрлап кетеді. Содан кейін сіз оны дәлелдей алмайсыз. Анас деген есіміңіз қайдан шыққан? Біздің ет те, сүт те арзан болады деген сөз. 24 жасқа жеткен азаматтарға конкурссыз жер беру керек екенін айтқан екенсіз. Халықты үйтіп айтуға болмайды. Қанша айтқанмен өзіміздің халқымыз. Шулы мәлімдемелеріңіздің бірі мынау әйел тілінен табады деген. Ауылдар құрып баратыр, солтүстік өңірдің ауылдары. Неге мемлекет сиыр, жылқы, қойдан қарағанда шошқаға көп ақша бөледі? Қосымша төлемдер жасауға ұмтылуымыз керек. Түрмеге отырған азаматтарға өзінің ішіп жем тамағын, қарысын өз мойнына іліп қояды. Қожайын жоқ па? Химиялық жолмен өлтіресіз. Армысыздар көрермендер, QR News YouTube арнасында кезекті сұхбат. Бүгінгі біздің қонағымыз мәжіліс депутаты Анас Ахатұлы. Қош келдіңіз. Рахмет. Алғашқы сұрағымыз енді өзекті мәселеден емес, өзіңізге қатысты бір жеке басыңызға қатысты бір сұрақпен бастасақ деп отырмыз. Жалпы Анас деген есіміңіз қайдан шыққан? Өте қызық. Иә, мен негізі менің атымды айтпай деп қойын деген. Құрбан айт кезінде туғам. Сол кезде егер әкем осы Анас деген есімді таппаса, мүмкін Айтбай Баққожаев деген депутат жүрер ме еді, кім білсін. Аннас деген Құрандағы Нас сүресіне байланысты, сол адамдар деген мағына. Сондықтан өмір бойы осы адамдардың мәселесімен осының төңірегінде жүгіріп жүру бұйырып тұр өзіме. Сондықтан да соған атыма сай келуге тырысып жүрмін әйтеуір. Тамаша аға. Арабша есімнің қазақшасы ғой енді. Күтпеген жауап болды. Енді өзіміздің жаңағы мәселемізге оралсақ, жуырда Қостанай облысына барып қайттыңыз. Көзіңізге қандай мәселе ілікті? Сол жөнінде бір айтып өтсеңіз, және мынау кәсіпкерлердің кәсіби қолданбасына байланысты мәселелер бар, проценті пайызы көп деген мәселелер айтылыпты. Сол жөнінде бір толығырақ айтып өтсеңіз. Енді қараңыз, Қостанай болсын, қандай болсын, солтүстік өңірлерге солтүстік коэффициент төлеу керек деген проблема бар қазір. Себебі қыс ұзақ, киім кешекке, тамаққа, жылу, отын, шын мәнінде былай қарасаңыз, шығын 20-30% көбірек кетеді. Сондықтан да енді жаппай бәріне жұмыс берушілерге, сендер өз жұмыскерлеріңе төлеңдер деп мәжбүрлей алмайды мемлекет әрине. Бірақ мемлекеттік қызметкерлерге, соның төңірегінде жүрген мекемелерге төлеуге қосымша коэффициент ретінде қарастыруға болады негізінен. Сонымен қатар мемлекеттік қолдау тетіктеріндегі нормативтерді осы солтүстік коэффициентпен кішкене көбейтсе, халықты ұстап қалудың бір амалы деп ойлаймын. Екінші, ауылдар құрып баратыр, солтүстік өңірдің ауылдары құрып баратыр, және әлеуметтік жауапкершілікті күшейту керек. Баяғыда бізде бұлай үйреніп қойған ғой халық, қана кеңес дәуірінде совхоз, колхоздардың барлығы осы бір мемлекеттің қарамағында болғандықтан былай қарап соған көмек беріп, егер сүрініп жатса көтеріп, дотациясын беріп, сөйтіп қолдап жатқан кезінде. Сондықтан да сол бұрынғы үлкен жасты кісілер, мысалға, сол заманды көріп қалған адамдар. Біздің ауылдарды осындай мемлекет қолдау керек деген бір түсінік бар. Әрине, мемлекет қолдайды, қолдау керек те. Бірақ негізгі ауылға қараушы бұл шаруашылықтар. Сол ауылдың төңірегіндегі жер сүмесін еміп, сол жердің пайдасын көріп, байып жатқан мекемелер де бар бізде. Солардың мысалға әлеуметтік жауапкершілігін қазір сұрасаңыз, тек жаңағы ауылдың көшелерін тазалап беру, бір-екі жаңағы кішкене шара өткізеді. Ал енді негізгі олардың тауып атқан ақшасы, пайдасы жоғары болып тұратын болса, онда неге шын мәнінде ауыл тұрғындарына қараласпайды? Ондай да мәселелер бар. Мысалы, мен жаппай бәрін туралы айтпаймын, бірақ кейбір ірі компаниялардың өздері көктемде келіп, бидайын күзде орып алып, соңғы ештеңе жасамай, әуелі жұмыс күшін өзімен бірге сырттан алып келетіндер де бар мысалы. Ауылдың халқы қалай наразы болмайды мәселен. Сондықтан да осындай проблемалар бар, енді соны шешудің амалын қарастырамыз. Жаңағы Каспий қолданбасына байланысты. Каспий қолданбасы, енді мен ойлаймын, бұндай банкілік жүйеге тым араласудың қажеті жоқ. Банкілік жүйеде тек қана бәсекелестік қана жеңеді. Мысалға, Каспийден бөлек Халық банкінің қызметі қазір жақсарып баратыр. Freedom Finance деген бар, олардың да сервистері жақсарып баратыр. Алдағы уақытта бәсекелестік күшейсе, Каспийде өзінің бағасын да жаңағы төмендетуге мәжбүр болады деп ойлаймын. Таңдау бар дейсіз ғой кәсіпкерлерде. Таңдау бар, бәсекелестік болу керек. Енді бұл жерде мемлекет қалай шектеу қояды мысалға. Ол мүмкін емес нәрсе.
Сондықтан да кішкене абай болуымыз керек бұл мәселеде. Әрине Каспий банктерді қолдап тұрған жоқпын. Бірақ шын мәнінде егер сервис ыңғайлы болатын болса, оған төлейтін кәсіпкерлер дайын болатын болса, әрине оның мөлшері кішкене қолжетімді болу керек. Аспандатуға болмайды әрине. Бірақ оның бір нақты нарықтық жолы бәсекелестік. Осы сапарыңызда 24 жасқа жеткен азаматтарға конкурссыз жер беру керек екенін айтқан екенсіз. Жалпы бұл ой қайдан шықты? Бұл ой негізі сонау конституциялық реформалар өтті ғой. Сол кезде жердің жалпы біздің ресурстардың жалғыз ғана иесі ол халық. Және үкімет сол халықтың атынан басқарады деген бізде кішкене өзгеріс енгізілді. Сол кезде пайда болған. Мен ойлаймын, негізі ауылға жастарды қайтару үшін ешқандай шектеусіз, конкурссыз 25-ке толған жас азаматқа, ол әбден қалыптасқан азамат қой. 20 білімі бар, аз да болса тәжірибесі бар, 25-ке толған азаматқа мемлекет еншісін беру керек. Ол енші, мысалы, біз 18-ге дейін президенттің тапсырмасымен берілді ғой, ұлттық қор балаларға деген. $100 болса да әйтеуір еншісін алып отыр. 25-тегі азаматтарға міне кез келген жерден шекесіне шертіп жүріп таңдап, өзіңе ыңғайлы жерден міне ал, қолыңа ваучер, ваучерлік жүйе сияқты ғой, мысалы. Міне сен осыған барып 200 гектар боламын, оны әлі санау керек. 300 гектар боламын, міне саған жерің, енді осымен айналыс. Әрине, оның 9-ы бармауы мүмкін. Ваучерде керек жоқ, маған денемеде керек жоқ, мен өзімнің өмірімді қаламен байланыстырамын деп. Бірақ оның біреуі ойлана бастайды. Менде мемлекеттің берген жері бар екен. Мен мында жүргенше қалада, әйтеуір туған туысқанынан жинасам да, несие алсам да, мен инвестор тартсам да, әйтеуір сол жердің бар пайдасын көрейін деп міне. Сол кезде жастар кішкене ауылға бетбұрыс болады деп ойлаймын. Керемет. Бұл тек қана ауыл ғой, аудан көлеміне кірмейді? Жоқ, ауыл ғой барлығы. Аудан болған соң бірнеше ауылдық округтар сол құрамына кіреді. Жалпы жер, ауыл шаруашылығы жері. Келді, таңда жұмыс істе. Тамаша, бұл да бір мотивация болады деп ойлаймыз. Рахмет. Журда үкімет жұмысына 3 деген баға беріпсіз. 3+. 3+ деген баға беріпсіз. Нақты бір өзіңіздің көңіл толмаған мәселелеріңіз бар ма, немесе жалпылама айтылған сөз ба? Жоқ, көңілім толмағаны үнемдеу жоқ. Қараңыз, қанша өңірлер алақан жайып бюджеттен ақша сұрайды. Кез келген елді мекенге барсаңыз, жолы кейде жетпей жатыр, тас жол жоқ, анау жоқ, мынау жоқ. Ақша сұрайды өңірлер. Әкімдерге былай бір шетінен ренжудің де қажеті жоқ, себебі аудан әкімдердің ең жасай алатыны әйтеуір жаңағы сметалық құжатын дайындап қояды. Біз осындай жол жүргізейік деп едік, бірақ жоғарғы бюджетке қарап үміттеніп отырады. Енді жоғарғы бюджет оны қолдау керек. Қалай қолдайды? Егер ақшаны үнемдесе, кішкене ақша артық қалады. Бізде премьер-министр келген уақытта айтты, 10 күннің ішінде үнемдеу шараларын жасаймын. Өзі айтты, бізде 720 жаңағы жобалық сметалық құжаттар арқылы 2,2 триллион теңге артығымен ысырап болып жатыр екен деп өзі айтты. Енді өзі айтқаннан кейін тиісті бюджеттік администраторлардың барлығын бір үйдің баласындай бір жерге отырғызып, ақпараттық технологияларды қолданып, нақты бағаларды шығарып, ысырапқа жол бермеудің амалын жасауға болады ғой, мысалы. Ол амалды біз көріп отырмыз ба? Мені өз басым көрген жоқпын. Сондықтан да барлығы кеп бюджетке тіреледі. Ал егер ысырапшылдық болса, оның қолында бар мүмкіндікті пайдаланып, соны жасауға болатын болса, неге осы күнге дейін нәтиже жоқ мысалы? Әлі де ақша жетіспейді. Мына салық реформасына не үшін бардық мысалға? Қазынада ақшаны толтыру керек. Сондықтан да осындай амалдар болды деп ойлаймын. 3+ деген баға міне осыдан шығады. Түсінікті. Жалпы ауыл партиясының үлкен жұмыстарының бірі осы ауыл халқын ұстап қалу, ауылдың жабылу процесін тоқтатуға атсалысу деген секілді ғой. Енді жаңа үнемдеуден де шығады. Ауыл халқын, әсіресе экологиялық аймақта отырған ауыл халқын экологиясы таза жерге көшіру, немесе солардың жаңа жағдайын жақсарту үшін қалаға көшіру процестері қалай жүріп жатыр? Немесе бұған қалай қарайсыз жалпы? Бұл жерде баяғыда есіңізде болса, әр ауылдың өзінің паспорты жиналған болатын. Ол паспорттың ішінде инженерлік инфрақұрылым, әлеуметтік қамтамасыз ету, одан бөлек экологиялық параметрлер жиналған болатын. Экологиялық параметр деген не? Шын мәнінде сол жерде зиянды, денсаулыққа зиян болатын болса, ол да жалпы ортақ көрсеткішті төмендететін. Соны жинастырып, паспортизацияны республика бойынша өткізіп, мына ауылдың болашағы бұлыңғыр, мына ауылдың болашағы бар деп бөлді ғой. Енді міне қазір
бір мың жарым ба тірек ауыл, содан кейін жаңағы серік ауылдар деп бөлінді. 2400-ге 2500-ге жуық ауылдар. Жалпы жиынтығы 4000-нен аспайды өзі. Міне қалғандары демек осы көрсеткіш бойынша өтпейді деген сөз. Бірақ енді былай қарасаңыз, ауылды сақтап қалам десеңіз, жерлерді тиімді игерем десеңіз, ол шекарамызды бекітіп, қауіпсіздігімізді жаңағы қол жеткіземіз десек, онда елді мекендерді әрине алып қалу керек. Сондықтан да егер қалаға урбанизация процесі жүріп тоқтамай жатса, сол елді мекен әйтеуір орташа деңгейде болып, перспективасы бар деп есептелетін болса, онда ондай тұрғындарға әрине экологиялық төлемдерді жасау керек. Себебі ол адамдар халықтың ана бюджеті әрине осындай жаңағы таратып бере салу, ол бір бөлек әңгіме. Бірақ егер мүмкіндік болатын болса, халықтың қазынасының мүмкіндігі жетіп жатса, онда төлеу керек деп есептеймін өз басым. Жоқ, экологиялық аймақтан көшірген бір жағынан экономикалық жағынан тиімді болса, екінші жағынан халықтың өзіне де дұрыс емес пе? Мысалы, бекерге жаңағы таза емес су ішіп, бүйрегін ауыртып, немесе бір мүгедек бала туып. Жоқ, енді қалай, сіз мысалы әке-шешеңіздің, ата-бабаңыздың жатқан жерінен кейбір адамдар мысалы көшкісі келмейді. Өмір бақи көшсе мысалға неге қазір жаппай солтүстік Қазақстан өңірлеріне жаңағы көшпейді? Себебі мысалға қысы суық, ыңғайсыз дейді, анау дейді, мынау дейді. Содан кейін өзінің туған елін тастағысы келмейтін азаматтар бар. Ол өмір бақи сол экологиялық проблемаға үйреніп қалған азаматтар бар. Мысалға ауылым тастап кете салам деген әңгіме ол оңай әңгіме емес. Ол жарайды, жастарға жеңіл шығар, бірақ үлкен кісілерге сол елді мекенді жақсы көретін, кейбіреулердің бизнесі бар, кейбіреулері шаруашылық жүргізеді, мысалы, қалай тастай салады оны? Айтуға оңай. Бірақ елді мекендерді құр былай көшіре салу деген ол не, шығынсыз ба? Көшіріп, сіз бір елді мекенді көшіріп көріңіз. Сіз бір үйді көшіру қазір оңайға түспейді мысалы. Сондықтан елді мекенді көшіру үшін дәл сондай жақсы сапалы үйлерді салып, елді мекен құрып, оның жаңағы кез келген адам жеңіл көшемін, және көшкеннен кейін менде кәсібімде болады, сол көшетін жерде менде мүмкіндігім болады деген егер жағдай жасалатын болса, әрине көшірген жақсы. Бірақ ондай қазір жағдай жоқ қой. Сондықтан да біз ауылды сақтап қаламыз, елді мекен сақтап қаламыз десек, экологиялық проблемаларды ескере отырып, қосымша төлемдер жасауға ұмтылуымыз керек. Бірақ сонда да ауылдан көшу қазір тоқтамай жатқан жоқ қой. Былтырдың өзінде мысалы 40-тан аса ауыл жабылған деп айтады. Енді бұл процеске не тосқауыл болуы мүмкін? Тосқауыл болғанда қараңыз, соңғы 5 жылда жоғары қарқынмен өте жақсы дамып келе жатқан салаларды қараңызшы. Бірінші құрылыс, өнеркәсіп. Енді сұраймыз, неге біздің ауыл шаруашылығы соның деңгейінде болмайды? Айтыңызшы. Ауыл мен ауыл шаруашылығы деген сөз бекер үйлесіп тұрған жоқ. Ауыл мен ауыл шаруашылығы деген ол бір ұғым. Демек, ауылды біз сақтап қаламыз десек, ауыл тұрғынын байтыру керек. Қаладағы орташа отбасынан жоғары пайда тауып, ауылдың тұрғыны жақсы өмір сүру керек, дәулетті. Ол үшін кәсіп керек, ол үшін жер керек, ол үшін техника керек. Осының барлығын мемлекет егер қолға алып, ауылды тұрғындарға қолжетімді қылып жасаса, ауыл адамы кетпейді ешқашан. Бір сөзіңізде мысалы өңірдегі халықтар жұмыссыз адамдарды не істерін білмей жатыр деген секілді мәселе көтердіңіз ғой. Енді ол қалай айтсақ екен, мемлекет мүмкіндік жасап жатыр, бірақ халық жұмыс жасамай жатқан жоқ па? Жоқ, осы месеге көбісі былай айтады, бізде жалқаулық бар. Жалқаулық демекші, еркелік дейікші. Еркелік бар дейді, халықты үйтіп айтуға болмайды. Қанша айтқанмен өзіміздің халқымыз, бізде сол бір халықтың бір бөлшегіміз. Сондықтан да біздің халқымыз жап-жақсы халық. Еңбекті жақсы көреді, еңбекті сыйлайды. Біздің халық одан бөлек қонақжай, барымен бөлісуге дайын тұрған халық. Сондықтан да жұмыссыз масылдық деген әңгімені кішкене ысыру керек. Ол дұрыс әңгіме емес. Мен өткен жолы көтерген проблема. Мысалға бір шаруашылық өзінің деңгейіне жетіп, өзінің бизнесін сатуға дайындалады, қалаға көшуге дайындалады. Енді сол бизнесті сата алмайды. Қараңызшы, қаншама жарнама беріп жатыр. Шаруашылық анда сатылады, мында сатылады, малмен бірге сатылады. Олардың көбі сатылып жатыр ма? Сатылып жатқан жоқ. Ал енді оған арнайы бағдарлама жасау керек. Мысалға Қазагро қаржы деген мекеме, сол сатам деген шаруашылық сақтап қалайық. Осының орнын басқа біреу келіп жалғастырсын осы жұмысты. Қой, осы жерді игеріп қалсын, малы қалсын деп үкімет егер уайымдаса, Қазагроға қаржы келіп, сататын шаруашылыққа бағасын белгілеп, сатып алам деген азаматтар жоқ емес пе? Бар.
жастар бар, кепілдікке қоятын мүлкі жоқ адамдар бар. Соларға келіп ана шаруашылықты лизингке беру керек. Ал енді ондай бағдарлама жоқ па, не істейді? Шаруашылық сата алмайды. Сата алмағаннан кейін бірінші малын сатады. Малы кетеді, етке кетеді. Аналық бас енді төлдемейді деген сөз. Оның барлығы етке кеткеннен кейін мал жоқ. Ал енді шаруашылық не істейді? Малы жоқ, қора қалды. Көрдіңіз бе, міне осылай біз сорлап отырмыз қазір. Сондықтан да мемлекет барынша ауылға кәсіпті жалғастыру үшін, сақтау үшін, көбейту үшін тетіктерді жасап, механизмдерін дұрыстап беру керек. Жолы тек қана сол. Батыл шешімді талап етеді, әрине. Мен естіген кейстердің бірі, ауылдан қалаға көшетіндердің бірі. Балаларымыз дұрыс мектепте оқыса, жақсы бір үйірмелер деп айтады ғой, үйірмелерге барса енді қазір былай енді тым былай жылап еңіреп асылатындай жағдай емес қой қазір. Енді Құдайға шүкір, енді тәубешілік болу керек бізде. Құдайға шүкір, әйтеуір бюджет шамасы жеткенше жасап жатыр. 100 мектеп, 100 аурухана бойынша салынған объектілерді көрдім мен. Жаман емес. Мысалға көп ауылдарда мәдениет үйлері ашылып жатыр. Кем дегенде орта есеппен 7-10 түрлі үйірмелер бар мысалға. Сондықтан да көп ауылдарда бұл қолға алынған. Менің ойымша осылай жалғасса, осы әлеуметтік нысандарды салу мемлекет тарапынан қамтамасыз етілсе, бұл мәселе шешіледі деп ойлаймын. Түсінікті. Ауылға қатысты мәселелер біртіндеп азайып, ауылдан қалаға көшулер көбейіп деген секілді мәселе болып жатыр ғой енді. Осыған орай енді ауыл деген аттарыңыз бар ғой, партияның аты. Алдағы уақытқа осы мәселеге қарай, өздеріңіз алдағы жоспарларыңызға қарай партияның атын өзгерту ойда жоқ па? Партияның аты өзгермейді. Ребрендинг деп айтатын. Жоқ. Біз ребрендингті өткіздік, оның логотипін өзгерттік. Бірақ ауыл деген қасиетті ұғым. Сондықтан да біздің санамызда, жүрегімізде ауыл қалады деп біз шештік партия болып. Және осы ауыл деген өте ыстық бізге. Сондықтан да ауыл деген қалады. Және ауылдың өз аудиториясы бар. Ауыл шаруашылығында айналысатын азаматтар ауылда тұратын. Қалаға көшсе де, бірақ жүрегі ауылда қалған азаматтар көп қой. Бәріміз түбі аталарымыз бәрі ауылдан шыққан. Сондықтан да біздің өз сегментіміз бар. Ол сегмент өте үлкен. Біз сақтап қаламыз. Түсінікті. Келесі сұрағымыз, жалпы депутат ретінде сіздің кейбір айтқан депутаттық сауалдарыңыз көбіне шулы болып келетін бір-екеуі бар. Ит бойынша ма? Ит бойынша мысалы мәселе. Сол мәселе қалай шешілді? Оны былай айтқан кезде түбінде қаңғы бас иттерді қалай шешіп күтіп ұстау мәселесі шешілді? Әлі шешілген жоқ. Жақын арада біз осы заңды қарастырамыз. 2 жыл болды, халық сұрап жатыр, бұралқы иттердің көзін құрту керек. Біз тым андай халықаралық деңгейдегі біз жануарларды қорғайтын ұйымбыз деп шулағаннан кейін соған кішкене алданып қалдық. Әңгіме қысқа. Бұралқы қаңғыбас иттерді мемлекеттің есебінен оны 60 күн сақтап, оған ақша жұмсап, ешқандай оны қажеті жоқ. 5 күн күтесіз, қожайын жоқ па, химиялық жолмен өлтіресіз. Ол мақұлық, біріншіден, жануар деген ол мақұлық. Адамның пайдасына жаратылған дүние. Сондықтан да оның аяудың ешқандай қажеті жоқ. Сондықтан да осы заң қазір дайындалып жатыр. Әрине, итті ұстаушы азаматтардың жауапкершілігі күшеюде. Сондықтан да жақын арада осы нормалар қабылданатын болса, түбегейлі шешіледі. Оны иттерді ұстау қызметі пайда болады әкімдіктерде, оны қаржы бөлуге құзыреті пайда болады, және де бұралқы иттермен айналысуға жүйелі түрде негіз болады. Ал енді біз мектеп оқушыларына күндік тамағына бір 900 теңгеден аспай тұрған кезде, бұралқы иттердің жаңағы күтіп бағуына 3000 теңге, 9000 теңге кейбір жерлерде мысалы жұмсағанымыз ол қалай сонда? Баланың өмірі де артық, оның тамағы да артық болу керек біз үшін. Ал енді құр ит керек екен деп, жаңағыдай оларды сақтауды ешқандай қажеті жоқ. Кастрацияға да көп қаржы бөлінеді ғой. Піштіру ғой. Піштіру де бар ғой енді. Ол ит қазіргі жағдай былай ғой. Итті ұстайды, содан кейін оны стерилизациясын жасайды, содан кейін піштіреді, ол көбеймесін деп. Содан кейін қайтадан табиғатқа жібереді. Енді қараңыз, бұл дұрыс жүйе шығар әлем бойынша, бірақ біздің қанша жағдайлар болды, жас балаларға шыға алмайды далаға, мектепке бара алмайды, мысалы жаяу жүре алмайды. Сондықтан да бұл проблеманы шешу керек. Піштіру деген ол жеткіліксіз. Жүреді ғой дейсіз ғой сонда да бәрі. Әрине жүреді. Жоқ, ол сіз піштіргенмен оның тісін қағып алып тастамайсыз ғой иттің. Сондықтан да бұл жерде кішкене қатал болуымыз керек сияқты. Тағы бір
шулы мәлімдемелеріңіздің бірі мынау әйел тілінен табады деген. Енді қалай айтсақ екен, бұл енді депутаттарда көп жиі кездеседі бұндай шулы мәлімдемелер. Және былайша айтқанда қазіргі заманмен хейт деп айтамыз ғой. Хейт көп кездеседі. Жалпы сіз бұндай нәрселерді қалай қабылдайсыз? Бұл хейт деп айта алмаймын. Мен өз ойымды ашық айттым. Мен жалпы әйел адамға қол көтеруді мен қолдамаймын. Әйел адамға дауыс көтеруді мен қолдамаймын. Бұл тәрбиемен, қанмен келетін нәрсе. Әр ер азамат әйелді сүйеді, себебі оның анасы, қызы, қарындасы. Менің айтып отырғаным сол ұрыспай, ұрмай, соқпай, ұрысып қалған, ажырасудың алдында тұрған отбасындағы жағдайды айттым мен. Сіз ер адам, кішкене біз табиғатымыз бөлек қой, қаншетқанмен. Әйел адамды біз сыйлаймыз, керемет, пір тұтамыз, бірақ ер адамның өзінің функциясы бар. Ол асырау, отбасын асырау. Егер ер адамның қолынан келмей жатса, өзі күні бойы жұмыс істеп, шаршап, шалдығып, үйіне келіп, таза тамақ ішем, балаларым таза отырсын, үйім таза тұрсын деп келген кезде, әйелі онсыз да шаршап тұрған азаматта мен жей берсе мысалы. Кешірім өтем, енді әйелдер ренжімесін, бірақ бүйтпедің, сөйтпедің, ананы қарашы, мына отбасын қарашы, сен албасты осындайсың, сен отырсың деп адамның қанын қайната берсе, ер азамат ажыраспағанда не істейді мысалы? Мен қарабасым, өзімнің проблемам өзімде-ақ болсын, мен мынандай әйелмен тұрғым келмейді. Қанша ер азаматтар содан күйіп отыр. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл жерде бір ғана шешім, ер азаматтарды да біз кішкене түсінуіміз керек. Мысалға 608 бап. Ішу дұрыс емес, бірақ тым қатал ғой заң. 7 жылға жаңағы көлік айдау мүмкіндігінен айырады. Мысалға ажырасқан кезде бұрыннан бері төленбеген миллиондаған ақшаны әйел адам еркектің мойнына іліп тастайды. Ол кеше қалтасында ақша жоқ еркек ертең 3 миллионды қайдан тауып береді? Мысалға көрдіңіз бе? Ол жарайды, алимент төлесе де, сенің әкең жаман, сенің әкең мынандай деп кері балаларын әкесіне қарсы қоятын мысалға кейбір әйелдер бар. Жоқ емес па? Бар. Сондықтан ренжімесін әйел адамдар. Бірақ ол кейбір ондай моменттер бар, ондай фактілер. Онымен күресу үшін біз неке шартын отбасы құрардың алдында міндеттеу керек. Бұл мен жеке пайымы, менің ұстанымым. Себебі екі азамат, қыз бен ұл бір-бірін жақсы көріп тұрған кезде қаралы күн келмей қойсын бастарына, Құдай сақтасын. Бірақ осындай ажырасатын сәтке жетсек, мен бүйтемін, сен сөйтесің деп бір-бірімен келісіп алу керек алдын ала. Және де сот дәл сол шартта қалай айтылды, солай ажыратып беру керек. Жақсы. Ол осы шешім дұрыс деп ойлаймын. Өз басым, енді онымен басқа әріптестер келіспеуі де мүмкін. Әрине әйел адамдардың біз құқықтарын қорғаймыз, оған тиісті заңдарды қабылдадық. Бірақ енді біз екі жақта да кішкене бірдей сүйреуіміз керек қой. Ер азаматтардың да құқы бар мысалы. Бұл осыған дейін мынау отбасылық тұрмыстық зорлық зомбылыққа қатысты заңның алдында көтерілген мәселелер бар. Осының алдында көтерілген мәселе, иә. Ана Салтанат Нүкенованың мәселесі қарастырылып жатты, дәл сол сәтте. Мен әрине әйел адам, қыздың жолы жіңішке деген бар. Қыз бала бүкіл ауыртпалықты көтеретін қыз бала. Себебі бала қызбен қалады, анасымен қалады. Демек мойнында әрине өте ауыр. Әрине төлемей алиментті қинап төлей алса да әдейі қашып жүрген азаматтар бар. Ондайлар да бар бізде. Бірақ мен сізге сұрағыңызға айтып отырмын ғой. Неге сіз өйтіп айттыңыз? Кейде мына әдепті, тып-тыныш өзімен өзі жүрген еркектер де бар. Қолынан келмейді. Келмей жатыр. Сол кезде жаңағы тілмен кішкене қоздырып жібереді де еркектер содан ашуланады. Түсінікті. Келесі сұрағым халықтың арасында біраз талқыланды. Бірақ сол күйі түсініксіз болып қалған секілді. Ол мынандай сұрақ. Енді ауыл шаруашылығында жүрген мамансыз ғой. Неге мемлекет сиыр, жылқы, қойдан қарағанда шошқаға көп ақша бөледі? Иә, ол бір көрінгенде бөлінетін қаражаты басқа шаруашылықтарға қарағанда көп көрінуі мүмкін. Бірақ мен сізге айтайын, біз енді зайырлы мемлекетпіз. Біз исламды толығымен қабылдаған мемлекет емеспіз. Бізде барлық діндер бар. Енді барлыққа дінде жүргендер шошқа шаруашылығын дамытам деп шаруашылық ашады. Елді мекендерді дамытам дейді солай. Содан кейін ішкі нарықта емес, сыртқы нарыққа жұмыс істеймін дейді. Экспортқа шошқа, доңыздың еті харам болса да,
біз үшін енді халық жемейді ғой оны бәрібір. Бірақ басқа кәсіп орындарға, кәсіпкерлерге ол үлкен тіреу. Сонан кейін ол ауыл шаруашылығы сала саясаты ол енді бөліп жармайды ғой, сіз харамды шығарыңыз, сіз харамды шығармаңыз деген сияқты. Ол тек қана жаңағы негізгі мақсаты кәсіпкер елді мекенге қарайласады, жұмыс береді азаматтарға. Егер белгілі бір елді мекендерде шошқаға беріліп жатса, енді онда тұрған ешқандай қателік жоқ деп ойлаймын. Әрине уақыт өте келе ақырын жойылады. Ал енді өз басым қалай ойлаймын, шошқа шаруашылығының субсидиясын алып тастау керек. Керек. Себебі бұл жерде діни көзқарас емес. Шошқа шаруашылығы өсімі ең жоғары шаруашылықтардың бірі. Иә. Торай туса да 10-12-сін бірақ туады. Құс шаруашылығы сияқты өсімтал шаруашылық. Сондықтан да шошқа шаруашылығын мемлекеттік қолдаусыз қалдырып, өзімен өзің дамы деп айтуға болады, әбден болады. Онсыз да күн көріп кетеді дейсіз ғой. Иә, онсыз да, бірақ бұл жерде діни аспект болмау керек. Діни аспект болмау керек, себебі біз зайырлы мемлекетпіз, саясат бірдей болу керек бәрінде. Ауыл шаруашылығы маманы ретінде қазір елімізде осы саладағы ең өзекті мәселе не деп ойлайсыз қазір? Қазір мәселе бізде былай, Қазақстан өзінің аграрлық саясатында біз экстенсивті жолды таңдаймыз ба, болмаса интенсивті жолды таңдаймыз ба, осы жағынан әлі де бір толық шешімге келген жоқпыз. Ол қандай бағыттар? Экстенсивті деген сапа керек емес, сан керек. Мысалға сіз малдың бәрін тек санмен ғана өсеміз. Ал енді бізге бордақылауда бір тәулікте 2 килограмм алу керек. Болмаса сүтті біз 12 000 килограммға жылына дейін сүт сау көрсеткішін жеткізуіміз керек деген ол интенсивтік технологиялық жол. Біз әлі де не анда жоқпыз, не мында жоқпыз. Мысалға мен қазір өзім ойлаймын, бізде экстенсивтік жолды таңдау керек. Экстенсивтік деген не? 180 миллион гектар жеріміз бар. Территориямыз Құдайға шүкір үлкен, 9-шы орын аламыз әлемде. Ол бір. Екінші, жайылымдағы шөп ол арзан. Біздің ет те, сүт те арзан болады деген сөз. Жайылымдағы Құдайдың, табиғаттың берген шөбін жебақ мал өседі. Бірақ біз тиісті деңгейде мал ұрлығынан біз сақтай алдық па халықты? Мен сізге айтайын, мал ұрлығынан біз сақтаған жоқпыз. Қаншама оңтүстікте қараңыз. Жылқы жоғалады, анау жоғалады, мынау жоғалады. Қылмыстық істер ашылды ма? Ашылмайды. Демек, жылқы шаруашылығында сіз егер қазір, міне жігіттер, кез келген жерде жылқы бағыңыздар, өсіріңіздер, мемлекет өзінің қарамағына алады. Біреу ұрлап кетсе біз оны жазалаймыз. Міндетті түрде соңын іздеп, оның ізімен жүріп тауып аламыз. Сіздер уайымдамаңыздар деп егер құқық қорғау органдары айтатын болса, мен сізге айтайын, ертең-ақ бір 10 жылдың ішінде жылқы бізде саны өседі деген сөз. Ал енді қазір халық қалай жылқы өсірейін десе, оны табын қылып, жаңағы жайылымға жіберейін десе, көз алдыңызда ұрлап кетеді. Соның кейін сіз оны дәлелдей алмайсыз. Ол жылқы көбейтпей тұрған нәрсесі тек ұрлық деп ойлайсыз ба? Ең негізгі фактор жылқы бойынша ұрлық. Жылқы ұрлығы өте көп бізде. Сондықтан да бізде, мен ылғи айтатым сол, өткен жол депутаттық жаңағы сауалды айттым. Бізде ақша жоғалса, анау жоғалса, полиция бәрін жанын салып іздейді. Ал енді мал жоғалса, ондай көзқарас жоқ. Неге далада мысалға бір тері тауып алсаңыз, неге сіз ДНК экспертиза жасамайсыз? Мысалға, неге жасамаймыз? Қандай малдікі деген секілді. Кімнің малы? Мысалға, сіздің малыңыз жоғалып кетті, сіз арыз жаздыңыз, сіздің қораңыздағы малыңыздың материалын алды да ДНК шығарып қойды. Енді басқа бір тері табылды ма, алады да терінің ДНК-сын жасайды. Сәйкес келсе, демек сіздің малыңызды біреу ұрлады да мына жерде сойып терісін тастап кетті деген сөз. Бұл өте арнайы жасақ, өте былай түбегейлі зерттейтін, жүйелі түрде жұмыс істейтін мәселе. Сондықтан да арнайы полицияның жасақтары құрылып, мал ұрлығымен, түбірімен біз жоқ қыламыз. Біз мысалға айтамыз, бала құқы дейміз, әйел құқы дейміз, қылмыстық істердің санын азайтуға тырысамыз, жол апаттары болмасын, соның статистикасын азайтуға тырысамыз. Біз бәріміз барымызды салып тырысамыз. Бірақ мал ұрлығына келген кезде біз жасамай қаламыз да. Немқұрайлы қарап қаламыз, жақсы деп. Мал ұрлығын біз қолға алатын болсақ, оның статистикасын нөлге жеткізу керек. Ондай мүмкіндік бар Қазақстанда. Соған жанымызды салып жұмыс істесек, адамдар жылқы шаруашылығын кеңінен жаңағы қолға алады деп ойлаймын. Түсінікті. Енді сізге түсінікті тілмен жеткізуге тырысып. Жақсы ақпараттар алдым, естімеген екен бұған.
мемлекеттік қызметте де істегенсіз, білімімше министрлікте де істедіңіз. Иә, кезінде ғой ол сонау. Иә, жеке кәсіпте де істедіңіз. Енді осы екі жақта да істеген маман ретінде ауылдағы кәсіп иелеріне қазір не жетіспейді деп ойлайсыз? Барлығы ойдағыдай ма, немесе қандай қолдау керек? Мемлекет көп несие бөліп жатырмыз, арзан несие беріп жатырмыз, қолдау, субсидия бар дейді. Ақша жетіспейді. Мен сізге айтайын. Біз Қытайдың көлігін шығарамыз дедік, ананы шығарамыз дедік, өнеркәсіпті дамытамыз дедік, миллиардтап ақшаны үйіп тастадық. Заводтар салдық. Ауыл шаруашылығы несіне кем. Қазір иә, Құдайға шүкір, рахмет, президентіміздің тапсырмасымен субсидияны қаржыландырудың көлемі артты. Оған мен өз басым өте үлкен алғысымды білдіремін. Десе де ақша жетіспейді. Сіз ойлаңызшы, кез келген ауылға барыңыз, жұмыс істеймін деген азамат жоқ па? Бар. Олардан сұрасаңыз, кепілдік керек, анау керек. Ауыл аманаты бағдарламасы бар. 100 миллиард жыл сайын бөлінеді, бірақ бәріне жетпейді ол. Сондықтан да кәсіп, ауылда тек қана кәсіп. Қазақстан басқа әлемдермен салыстырғанда біз технологиялардан озып кетеміз. Біз жаңағы машина құрастырып, содан озып кетеміз деген мен ойдан аулақпын. Біз қатарында жүрейік ортада. Бірақ негізгі біздің әлемге береріміз бұл тамақ. Демек, ауылдағы кәсіп ауыл шаруашылығымен байланысты. Соған ақшаны әлі де үйіп төгіп, аямай. Білем, коррупция жоқ емес бар. Субсидияның өзін алған кезде жаңағы тәртіпті бұзып қойып, қалтасына басып алған шаруашылықтар жоқ емес па? Олар да бар. Бірақ шын ауылды көтереміз десек, Қазақстанды көтереміз десек, аянбай ақшаны үйіп төгіп, аямай, ауыл адамынан аямай, фермерден аямай беруіміз керек. Ауылдың кәсіпкерлерінен дейсіз ғой. Біз ауыл партиясы сол үшін агробанкты құру керек деп жүрміз. Агробанк деген Қытайда қараңыз. Қытайда үлкен 4 ірі банк бар мемлекеттің қатысуымен. Бұл өнеркәсіптік банк, кәсіпкерлік банк, құрылыс банк және де агробанк. Мен сізге бір мысал келтірейін. Бізде Астана, Алматы, жалпы кез келген қалаларда құрылыс өте жоғары қарқынмен жүріп жатыр. Байқайсыз ба? Құрылыс дамығаннан кейін оның жаңа кірпішін саламын деп заводтар пайда болды. Ілесе де артынан. Неге ол құрылысты бізде үлкен не болды, жаңа жетістікке қол жеткіздік? Себебі ипотекалық бағдарламалар пайда болды. Ипотека, кез келген банк ипотеканы беретін болды. Отбасы банк арнайы құрылды. Ипотека қолжетімді деген сөз. Ал енді біз аграрлық салада, оған қатысты салаларда өсіп өнсін, жетілсін десек, біз ауыл шаруашылығының ипотека сияқты құрылыс саласындағыдай дәл осындай қызмет көрсететін қаржыландыру институтын құру керек. Аграрлық банк құрып, осындай алға жетелесе, аграрлық саланың ілесетін көптеген бағыттары бар. Соларда дамиды деп ойлаймын. Қосымша дамый береді дейсіз. Әрине. 2015-2016 жылдары ет өңдеу комбинатының директоры болған екенсіз. Қазір ет саласы қалай дамып жатыр? Қымбатшылық кәсіпкерлерге қалай әсер етті? Жалпы әлемдік нарыққа қарасақ, мынандай түсінік бар ғой, малдың етін жеу роскошь болып қалды деген. Енді ол сондай болу керек па, немесе қолжетімді болу керек па? Қалай ойлайсыз? Ет қымбат болу керек деп ойлаймын. Одан қорқатын түгі де жоқ. Егер ауылдың адамы қолында мал ұстаса, ол біздің қазіргі ет қымбат деп ешкім айғайламас еді. Содан сорлап отырмыз. Ауылдың тұрғындарының қолында мал жоқ. Неге жоқ? Жайылым жетіспейді, 1. Малды сатып алуға ақша керек, 2. Оны сіз бағып қалып, жаңағы біреудің егініне түсіп кетсеңіз, сізді ол үшін айыппұл салады, 3. Бұл барлығы теріс бағыттар. Сондықтан да мен ойлаймын, шаруалар ақша табу үшін шығындары көп, аз емес, көп. Олардың барлығын экспортқа шығарам десе, ешқандай шектеу болмау керек. Шектеу болмаса, нарықтық қағидамен баға көтеріліп жатса, нарықта, біз одан қорқатын түгі де жоқ. Қайта біз делдалдарды құртуымыз керек. Сіз Астананың әлем деген базарына барыңыз. Таңертең келген шаруаның қолында ақшасы жоқ, бірақ базардың алдында қаншама адам тұр. Қолма-қол ақшасы бар. Қазір мен сізден сатып алам дейді. Сатып алады да өзінің қоймасына салып қояды. Соның арасында 50-100 теңге қосып үлгереді. Кіреберістегіні ашқан үшін, оған кірген үшін бөлек ақша төлейсіз. Тәшкіге төлейсіз. Оның жаңағы таразысы бар. Міне сіз ана шаруаның, болмаса шаруаның малын әкеп сойып келген азаматтың анау нарыққа бергенге дейін қаншама, қалай айтсам, жолдан өтеді. Жол емес, қаншама құр дайырға майыр болып отырып алған. Міне сіз жеңіл ақшаның жолымен жүрген нелер бар, делдалдар бар.
ешқандай еңбек салмайды, таңнан кешке дейін малды бақпайды, бірақ осы жерде бағаны қосып қояды да отырады. Сондықтан да коммуналдық нарықтарды дамыту керек, бір, тұтынушы кооперативтерін дамыту керек, екі, тұтынушылардың өздеріне тиесілі, өздерінің мүлкі болатын, ешқандай баға қоспайтын, өзінің ғана мүддесіне жұмыс істейтін кооперативтік дүкендер керек, үш. Содан кейін осал топтағы азаматтарға қолына арнайы азық-түлік сатып алатын карточкасын беру керек. Ол енді бастапқыдан популизм деп қабылданып қалуы мүмкін, бірақ алдағы уақытта мысалға бізде әлеуметтік маңызы бар тауарларға, оның қоймаларға сатып алуға мемлекет ақша бөледі. Оның барлығын доғарып, сол ақшаны жағдайы жоқ отбасыларға, міне карточка, міне алыңыз, сіз барыңыз, кез келген жерде алатын дүниеңізді алыңыз. Міне осындай болатын болса, онда кішкене жағдай түзеледі, айғай шу басылады деп ойлаймын. Балық еті қалай болып жатыр? Бұл жөнінде де біраз мәселе арасында көтеріп тұрасыздар. Иә, халық балықты көбірек тұтыну керек, пайдалы балықтар деп айтасыздар, бірақ ол қолжетімділік қалай болып жатыр? Жоқ, қазір балық құдайға шүкір бар. Нарықта кез келген балық жеймін десеңіз, балық бар. Жоқ, оның түсінікті бағасы қалай болып жатыр? Бағасы енді балық импорт болған соң бағасы әрине жоғары болады. Бірақ бізде балық шаруашылығы бойынша заң қабылданған соң, қазір балық шаруашылығына бөлінетін инвестициялық көмек, субсидия, өтемақы еніп жатыр. Сондықтан да өңірлерде қазір балықпен айналысам деген, мысалы форель, тау балығын мысалға өсіріп, қолға албам деген азаматтар өте көп. Сондықтан да біз осы саясатты ары қарай жалғастырып, алдағы бір 5 жылда интенсивті түрде көмектесетін болсақ, балық шаруашылығы әлі өз нәтижесін көрсетеді деп ойлаймын. Түсінікті. Биылдан бастап жасанды интеллект қарқынды дамып салаға енгізіп жатыр. Ауыл шаруашылығында бұл сала қалай кіріп жатыр? Бір ауыз толтырып айтатындай мысалдар бар ма? Бір-екеуін айтып өтсеңіз мысалы. Өкінішке қарай ауыз толтырып айтатын мен дүниені естіген жоқпын әлі. Сонау 2006 жылдан бастап малдың құлағына тағылатын сырғамен әлі жүрміз, міне 20 жыл болды. Біз баяғыдан айтамыз, мына сырға түсіп қалады, жоғалып қалады. Соның төңірегінде қанша субсидия мысалға кетіп қалды. Қаншама қылмыстық істер ашылды. Сондықтан да бір ғана шешім, осы терінің астына чип салып, сол чип арқылы бүкіл есеп қисабын жүргізіп, ақша ұрланбайтындай, әр малдың өзі есебі дұрыс жүргізілетіндей біз жағдайға әлі жеткен жоқпыз. Сондықтан да ит пен мысық қазір біз заң қабылдап чип салынатын болса, ауыл шаруашылығы малы тағы да қалады чипсіз. Сондықтан да осы жүйелер бізде бар, әрине субсидия беру, анау беру, мынау беру, ол автоматтандырылған жақсы. Бірақ шын мәнінде фермалардың ішінде жаңағы біз толығымен басынан аяқ селекциялық жұмыс, қандай жұмыс болмасын, цифрлендіру жүйесі басынан аяғына министрлікке дейін процестерді біз цифрландырамыз десек, жасанды интеллектті біз қолданамыз десек, әрине біраз жұмыс істеу керек. Әзірше енді дрондар бар, дрондар жоқ емес бар. Көп шаруашылықтарда мысалға кейбір техниканың өзі адамның механизаторсыз-ақ комбайн жүретін шаруашылықтарда бар. Жасанды интеллект осы жағынан қолға алынған деп айтуға болады, бірақ жалпы кішкене қозғалыс баяу болып тұр. Мынау кейде мынау өсімдік өсірген кезде шетелден естіп жатамыз, өсімдік қанша сантиметрге өседі, соған орай өзінің берілетін күн сәулесін, дәрі-дәрмектерін барлығын реттеп отыратындарға ондай бар бізде. Бізде жылыжайлар бар. 5-ші деңгейдегі жылыжайлар бізде құдайға шүкір бар. Алматы төңірегінде болсын, қай жерде болмасын, толығымен технологияға сай, күн сәулесі жетіспей жатса күнді де береді. Бар бізде. Біздің қазақ халқының бір жақсы қасиеті жаңаға ұмтылу. Мысалға көресің, әлемде бір жаңа маркалы көлік шығатын болса, келесі күні біздің әйтеуір Астанада не Алматыда жүреді, не Шымкентте жүреді. Бұл жақсы қасиет мен сізге айтайын. Жаңа нәрсе шықты ма? Бізде кейбіреулер оны сөгеді. Анау еліктеушілік анау жақсы қасиет. Қазақтың бір бойындағы өте бір әдемі қасиеттердің бірі осы жаңаға ұмтылу. Бұл біздің әлемдік деңгейден қалмай, жаңа технологияларды дамытуға өте пайдалы қасиет. Сондықтан да көп кәсіпкерлеріміз бізде жаман емес. Мысалға сіз BI Group компаниясын алыңыз, құрылыс компаниясы. Сіз әлемдік деңгейде құрылыс компаниялардың алдыңғы қатарында деп айтуға болады BI Group'ты. Қай жағынан? Қай жағынан? Мысалға сату технологиясы, пәтерлерді, оның ішіндегі құрылыс, оны сату менеджменті, маркетингі,
оның жаңағы цифрлық сервистері, оның үйді салып болғаннан кейін оған қызмет көрсету деңгейі. Міне қарасаңыз әлемдік деңгейдегі компаниялардан қатарынан қалмайды мысалы. Ол білімнің жақсылыққа, жаңалыққа ұмтылудың арқасында деп ойлаймын. Ондай компаниялар бар бізде. Көп емес, бірақ бар. Түсінікті. Экономистсіз. Осы тұрғыда біз экономикалық жағынан бір тиімді болатын бір сұрақ қойып көрейік. Түркияда түрмеге отырған азаматтарға өзінің ішіп жем тамағын, қаржысын өз мойнына іліп қояды. Және егер қаржы жетпесе, біткеннен кейін мойнына қарыз қылып іліп жібереді, біткеннен кейін соны қайтарады. Бізде енді қазір түрмеде отырған бір адамға айына 150 мың теңге жұмсалады, ол пәленбай адам бар, жылына осынша шығын бар деген сияқты экономикалық есептер жүргізеді ғой. Сіз осы ұсынысқа қалай қарайсыз? Тиімді болатын бе еді? Енді аса былай үлкен көп қаражат үнемдеп қаламыз деп ойламаймын мен. Мен бұл мәселемен айналыстым, оны ақшасын қысқартуды да ұсындым. Осы 2023 жылы, шатаспасам, 24 жылғы бюджетті қарастырған уақытта. Бірақ ары кеткенде бір 60 миллиард теңге үнемдейсіз. Түрмеде отырған адамдардың егер тамағын қысқартсақ 60 миллиард үнемдеуге болады ма? Иә, 60 миллиард. Оның себебі бүкіл атқару жүйесіндегі бюджет сол кездегі 60 миллиард теңге. Ал енді сіздің айтуыңыз бойынша ол көп кейбір шетелдік мемлекеттер, шетелде ондай жаңағы не бар, практика бар. Бірақ мен ойлаймын, ол қазір керек емес. Себебі біріншіден сотталып кетіп, бірақ жағдай тіпті нашарлап кеткен адамдар бар. Ол адамның құқығын бұзу деген сөз ғой. Сіз тамақ бермей, аш қал, жұмыс істесең тоқ боласың, жұмыс істемесең аш қаласың десе, ол саясат дұрыс емес. Себебі біз зайырлы мемлекетпіз, әлемдік деңгейде адам құқықтарын қорғай алатын, қамтамасыз ететін мемлекеттің қатарындамыз. Сондықтан да мен ойлаймын, ол тым артықтау. Ал тек жемқорлыққа қолданса ше? Болмайды, оны бөліп жаруға болмайды. Сіз не қылмыскерлердің бәріне бірдей қолдану керек? Сен тек қана жемқорсың, сен осындайсың деген, ол болмайтын дүние. Ол қиын нәрсе, өте қиын нәрсе. Сондықтан да үнемдеу керек. Мына түрмелердегі ішіндегі бастықтарын қараңыз. Сізбен бізден 1000 есе бай. Себебі түрмелердің ішінде әлі де жаңағыдай өзінің билігін жүргізіп, кішкене коррупцияға бетбұрыс жасап кеткен басшылар бар. Мен оны айтпай қояйын, бір өңірде мен нақты болдым. Ішіндегі жұмыскер, сотталған адамдар жұмыс істейді. Жұмыс істегеннің бір бөлігін алып отырады. Мемлекеттік сатып алу арқылы азық түлігін алса, бірін береді, бірін бермейді. Ішінде дүкен құрып алғандар да бар, өзінің дүкендерін. Міне, сондықтан да бұл түрме жүйесін жөндейміз десек, ең алдымен ішіндегі осы былықтың бәрін реттеп алу керек. Мен бәріне жаңағы топырақ шашпаймын, бірақ өзім нақты бір-екі фактілерді білемін. Түсінікті. Жаңағы осы үнемдеуден шығады тағы да. Тоқаев президентіміз айтты ғой, үнемдеуге көшейік деген секілді. Сіз экономист ретінде осы сізге сезіліп жатыр ма үнемдеу процесі? Әлі сезіліп жатқан жоқ. Бұл үнемдеу, сіз әр отбасындағы үнемдеуді айтып отырсыз ба, әлде бюджеттік па? Бюджеттік үнемдеуді. Енді әлі кішкене сезген жоқпын. Мен өткен жолы 3+ деген бағаны бергенімде сондықтан. Себебі қараңыз, 100 теңге тұратын нәрсені 200 теңгеге бюджетке салып қояды. Демек, 200 теңгеге жоспарлап қойған нәрсе 100 теңгеге сатып алады деп ойлайсыз ба? Сол 200 теңгемен сатып алады, демек арасындағы 100 теңге қайда кетті мәселе. Екінші, мемлекеттік сатып алуды қаншама триллиондаған ақшалар айналып жүр. Солардың өзінде қанша үнемдесек, талай ақша табылады мысалы. Сондықтан да бұл жерде тек қана цифрлендіру жүйесі арқылы, тауарлардың, қызметтердің электрондық каталогтарын жүргізу арқылы, ол парламентпен былтыр қарастырылып, ол шешім қабылданды. Егер осы жұмыс кішкене қол аяққа тұратын болса, үнемдеуге бетбұрыс болады. Әзірше мен өз басым сезбеймін. Бірақ үнемдеу отбасында да болады. Біз қараңызшы, суды қанша жұмсаймыз? Бізде Қазақстан бойынша судың бағасы ең арзан. Бір кубы текше метр су бізде 60-65 теңге. Үйдегі мен балалармен күресем. Менің 3 балам бар. Үлкен ұл 20-да, қызым 18-де, екеуімен ылғи арпалысам. Олар жаңағы суға түскен кезде есіктерін қағып айғайлап отырам. Ай, жаңағы үстіңді езіп отырған кезде суды сарылдатып ағызып қоймасашы, мысалға.
А кішкентай ұлым, кішкентай 8-де ол үйренді. Ол ана тіс жуған кезде кішкене суды ашып қояды да, содан кейін жауып қояды да, тісін әбден тазалағаннан кейін барып суды алып сөйтеді. Міне біз жастардың, балалардың санасына осыны сіңдіруіміз керек. Әрине арзан болсын, қандай болсын, жарықты да, суды да үнемде. Бұл сенің елің, өзіңнің үйің. Әрине арзан бағасы жа судың, бірақ арзандық ысырапшылыққа жол бермеу керек қой. Сондықтан да біздің президентіміздің адал азамат бол деген бастамасы осы. Өзің бол адал. Магазинге, жаңа дүкенге кірген кезде, ақшасын төлеген кезде құр аударма жасайса ма, міндетті түрде QR-мен төле. Болмаса ана жаңағы чегіңді ал. Төленген ақшаның бір ұшы әйтеуір қазынаға келіп түседі. Міне, сондықтан да осындай сана сезім болуымыз керек әрқайсымызда. Түсінікті. Асыл тұқымды малдың есебін жүргізу бойынша жобасының авторы екенсіз. Иә. Енді осыған байланысты бір сұрақ. Асыл тұқымды малдың қандай пайдасы бар? Жалпы асылдандырудың қандай пайдасы бар? Қарапайым мал мен асыл тұқымды малдың қандай пайдасы? Енді қарапайым қара тілмен түсіндірсек. Мысалға былай ғой, бір адамның 10 баласы бар дейік. 10 баласы 8-і сол әкесіне ұқсауы мүмкін. Кейбіреулердің 8-і шешесіне тартып кетеді. Мысалға да. Ол әр биологиялық объектінің өзінің генетикалық деңгейінде өз қасиетін тұрақты түрде өз ұрпағына беру қабілеті бар. Мысалға асыл тұқымды мал шаруашылығында сіз асыл тұқымды малдың нақты нәтижесі алам десеңіз, соның ұрығын қолдансаңыз, соның генетикалық материал эмбриондарын қолданатын болсаңыз, сіз шын мәнінде 100% болмасын, бірақ 90% сіз мықты төле аласыз. Оның жоғары өнімділігі қамтамасыз етіледі. Емін еркін оның жаңағы дамуына сіз сенімді боласыз. Сондықтан да біз кішкентай ғана шаруашылығымызды дамытамыз десек, асыл тұқымды мал алу, асыл тұқымды мал болмаса ұрығын алып, соны ұрықтандыру, сол арқылы төлін бірте-бірте асыл тұқымдыға жеткізіп, жоғары өнімді біз ала аламыз. Асыл тұқым деген әлі түсінбедім. Мысалы, ол асыл тұқымды болса сүт көбірек бере ме, ет көбірек бере ме, не болады? Сүт беру, ет беру потенциалы әлеуеті жоғары деген сөз. Сіз асыл тұқымды мал мен тексіз мал дейікші, екеуіне бірдей тамақ берсеңіз, асыл тұқымдыңыз әр уақытта жоғары өнімділік береді. Сүтті де, етті де. Себебі оның генетикалық әлеуеті бар. Бізде бұл тұрғыдан Қазақстанда жақсы нәтиже бар ма? Енді қолға алынған, бізде асыл тұқымды мал шаруашылығы бірте-бірте қолға алынып жатыр. Талай сүт фермалары пайда болды, оған шетелден мал келіп жатыр. Бірақ әлі де Асыл Түрік деген мекеме бар, мен сол жерде басқарғам. Ұрық шығарады, бұқаның ұрығын шығарады. Қосшыда тұр. Әлі де бірақ ақшасы жоқ, қиналып жүр. Биыл ғана әйтеуір министрдің көмегімен, әйтеуір министр бір ақша бөліп, кішкене еңсесін тіктей бастады. Ал енді сіз қараңыз, мен мысал келтірейін. Асыл тұқымды бұқаның шетелден алсаңыз 100-150 мың доллар құртасыз. Бірақ оның Қазақстанға әкеліп ұрығын шығарып сатсаңыз, сіз кем дегенде 4 миллион доллар табасыз. Бір 150 мың доллар тұратын бұқаңыз сізге 4 миллион доллар тұратын сізге өнім әкеледі. Сондай орталық міне іргемізде тұр. Ал енді соның бұқаны сатып алу керек, оған қаражат керек. Алғаннан кейін оны дұрыстап көрсету керек, сата білу керек. Міне осы жағынан кішкене дамуға ақша жетіспейді Асыл Түрікке. Осы мекеменің қадірін мемлекет әлі түсіне алмады, өкінішке қарай. Айбын Төлеханов деген кезінде азамат соны бастаған еді, сонау 20 жыл бұрын, 24 жыл бұрын. Міне сол мекеме әлі тұр. Бірақ миллиардтап ақша қолына ұстатып бір әлі ондай қол жеткізген жоқпыз. Сондықтан да асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытамыз десек, іргеде тұрған осы Асыл Түлік деген мекемеге кішкене инвестиция құйып, көмектесу керек. Ол мемлекеттік мекеме. Біздің ойымызша асыл тұқымды малдар деген мынандай ғой. Мысалы, швейцариялық түсінсем сиырлар келсе Қазақстанға көп сүт береді. Басқалардан жоқ. Немесе оның жаңағы еті көп деген секілді нәрселер ғой. Ол әрине сондай, бірақ сіз оған азығын дұрыс бермесеңіз, ол өзінің әлеуетін көрсетпейді. Енді қараңыз, сіз бір спортшыны алып келіңізші, спортшыны. Ол өзінің арнайы режимі бар, тамақ ішетін өзінің рационы бар, мысалы, менюі бар жаңағы.
сол бойынша тамақ ішеді, таңертең тұрады, режимі бар. Егер ол спортшыны Қазақстанға әкеп, сіз біздің ет пен қазы қартаға отырғызып қойсаңыз, әрине ол өзгереді. Себебі ол режимді сақтау керек. Демек, шетелден мал әкелетін болсақ, біз сол малды қалай сол жерде азықтандырды, кем дегенде сол деңгейде ұстап тұруымыз керек. Сонда ол нәтиже береді. Түсінікті. Кооперативтерді құру бойынша ерекше моделі мен кейсі бар деп жазған екен. Біз оқыған ақпаратта. Жалпы осы моделімен таныстыра аласыз ба қысқаша? Қысқаша былай ғой, мен тауықтың етінен бастағам. Бізде фабрикалардан тікелей тауықтың етін нарыққа жеткізсеңіз, қазіргі бағадан кем дегенде 450-500 теңге айырмашылық бар. Сол кезде мен адамдарды жинап айттым, біз тікелей фабрикадан, осы Макингстегі құс фабрикасынан тікелей құс етін алып, тікелей сіздерге сатсақ, ешқандай жаңағы пайда көрмейміз. Құр жаңағы келуі бар, бір 5-6% қосылады. Сонда жиналғанда қаншама адам жиналды. Қаншама адам 2 жәшігін, 3 жәшігін бірақ алып кетеді. Көрдіңіз бе? Бұл не деген сөз? Нарықтағы бағаға қарағанда сол адамдар арзанырақ, 400-500 теңгені мен үнемдеп қалайын, арзан құстың етін алайын деген ұмтылыс. Ал енді сіз дүкенге барыңыз. Дүкеннің ар жағында бір-ақ қожайын тұр. Кез келген дүкеннің ар жағында бір қожайын. Бір қожайын деген қалтасын ойлайтын кәсіпкер деген сөз. Ол әр уақытта 25-30% қосып қойып отыра береді. Кооперативтік дүкендер деген не? Сіз бен біздің тұтынушылардың өзінің құрған ортақ дүкені. Ол дүкенде бір қожайын жоқ. Ол дүкеннің қожайыны сіз бен біз, демек сатып алушы. Біз өзіміздің саясатымызды жүргіземіз. Біз ода ақша табу мақсат емес. Негізгі мақсат арзан болсын. Көтерме бағамен келді ма? Сәл ғана қосылу керек те, өзінің жаңа магазиннің шығыны бар ғой дүкеннің. Сол ғана қосылады да өз бағасымен біз сатып алуымыз керек деген саясат. Сондықтан да біз тұтынушы кооперативтерін бастапқыда мына дамытамыз десек, мемлекет осы саясатты қолға алып, тұтынушылық одақтарды құрып, сол мемлекеттік қолдау көрсетіп, осыны жолға қойса, онда сіз бен біз жаңағы арзан азық-түлік аламыз десек, онда сол тікелей кооперативтік дүкен желісіне біз жүгірер едік. Қазір бар ма ондай? Ондай өте аз болғанда Қазақстан бойынша осындай нақты кооперативтік принциппен жұмыс істеп отырған бір 30-дан аспайтын шығар. Әртүрлі деңгейде. Өндірістік деңгей болсын, қандай болсын. Біз әлі де бірлігіміз мықты деп мақтанамыз, ынтымақтығымыз мықты деп мақтанамыз. Қаншама мақал мәтел бар, қаншама өсиет нақыл сөздері бар. Бірақ экономикалық тұрғыда басымыз қосылмай қойды. Сондықтан да бұл жерде мемлекет осыған қызықтыратындай. Мен сізге тұрғын үйді алыңыз, кез келген көп пәтерлі тұрғын үйге барыңыз. Бізде КСК деген бар. КСК-ның жиналысы өте ме? Өмірі басын қоса алмайсыз адамдардың. Сондықтан да бізде ең қарапайым кооператив осы КСК десек, біз оны әлі ретке келтіре алмай қойдық. Сондықтан да бір амалы мемлекет осы тұтынушы кооперативтерді өзі құрып, өзі бастапқыда құрып, өзі ақша жұмсап, кооперативтік принциптерді енгізіп, халыққа көрсетсе, мына кооперативтік дүкеннің енді сен мүшесі болсаң, соның бір қожайынның біреуі боласың. Бұл дүкеннің бір сенсің соның қожайыны. Сондықтан да осында кел, өз бағасымен ал деген саясатты жүргізсе, сен қозғалады деп ойлаймын. Ол тауар жіберуші кәсіпкерлерге қаншалықты тиімді мысалы? Жоқ, тауар өнім жасап отқан адамдар. Олар қосуы мүмкін емес пе? Жоқ, көтерме баға бар ғой. Сіз қаншатқамен көтерме бағамен сіздің соңғы алатын нарықтық бағаңыздың арасында қаншама қосылады. Сондықтан да сіз мысалы тауықтың еті 950-ден фабрикадан Астанаға кіріп жатса, сіз оны дүкеннен сатып алсаңыз 1400-1500 теңге қаласыз кем дегенде. Демек арасындағы 500 теңгені кім қосып отыр? Делдал қосып отыр, сатушы қосып отыр. Ал енді кооперативтік дүкен деген мыңдаған адамның ортақ сату жүйесі ғой. Өздеріне қызмет ететін дүкен. Өз бағасымен алады. Міне осындайға ұмтылуымыз керек те біз. Түсінікті. Жақсы. Отбасы кодекс деген кітаптың авторы екенсіз. Осы неді?
жөнінде айтып өтсеңіз, ол кітапта негізгі идея не айтылған және оны қайдан оқуға болады? Иә, оны біз әлі біз әлі оны шығарған жоқпыз, бірақ дайын тұр, жазылып қойған. Оның негізгі мақсаты біз көптеген ажырасудың кейстерін қарадық. Мен сізге айтайын, ажырасудың 25 негізгі себебін жаздық ол жерге. Әрине материалдық, ең бірінші мәселе материалдық. Үйі жоқ, күйі жоқ, отбасы әрине қирайды түбінде. Бірақ оны біз алған жоқпыз, енді ол негізгі фактор ғой. Бірақ одан бөлек 25 себебін алдық. Мен сізге айтайын, ең қызығы мысалға, отбасының көп қирайтыны мына қыз баласының анасының отбасы ісіне араласуы. Теща дейді ғой міне. Енелердің. Иә, қыз анасының. Міне осындай фактілер бар. Содан қираған отбасылар қаншама. Қара шаңырақта тұрмаймын дейді кейбір келіндер. Қара шаңырақта тұрмаймын, ата-анаңмен тұрмаймын дейді. Ол да бар. Сондықтан да біз осының барлығын жинадық та, соның төңірегінде кішкене әңгіме өріп бітіп, қыз балаға қандай кеңес, ұл балаға қандай кеңес, оның кейіпкері ата-анасына, енесіне, атасына осындай кеңестер берілген ол жерде. Міне сондықтан да осы кітап отбасы кодексі деген жаңадан отбасы құрылса, солар оқып кішкене бір тәлім алсын деген біздің ниетіміз. Бұйырса енді кішкене мына депутаттық жұмыстан қол тимей жүр, бірақ алдағы уақытта соны көп тиражбен шығарып ұсынамыз деген бір ойымыз бар. Оны депутат ретінде өзіңіз жаздыңыз ба, немесе мамандардың пікірі? Жоқ, өзім мен және 3 журналист, 4 адам бірігіп жаздық. Кейбіреулер айтады мысалға, мен өзім отбасым Құдайға шүкір бар, 3 бала тәрбиелеймін, мен жұбайыммен 30 жыл біргеміз міне, 16 жастан қосылғанбыз, сонымен біргеміз. Сондықтан да өз отбасым Құдайға шүкір жақсы. Сондықтан да менің өзімнің жеке ойым бар, пікірім бар. Сол сияқты жаңағы 4 адам бірігіп өзіміз жазып шығардық соның барлығы. Түсінікті. Соңғы сұрағымыз, жалпы өміріңізде журналистикадан алыс емес екенсіз, жалпы радиода да бағдарлама жүргізген екенсіз, оның үстіне мына депутаттық жұмыста да журналистермен күн сайын десек те болады, кездесіп жатасыз, сұхбат бересіз, пікір білдіресіз деген секілді. Жалпы Қазақстандағы журналистердің, әріптестеріңіздің жұмыстарында көңіліңіз тола ма? Қазақстан журналистикасы қалай дамып жатыр? Өзіңіздің ойыңыз. Журналистикаға көңілім толады. Қазір қазақ жастары, қазақ журналистері кем емес. Тіл байлығы өте зор, өте жақсы қуантады. Көбінесе мына қандастар да келді бізге. Қазақ журналистикасының ішінде қандастардың еңбегі зор. Оны біз атап кетуіміз керек, мойындауымыз керек. Сондықтан да бізде журналистердің арасында ешқандай былай аса үлкен проблема көріп тұрған жоқпын. Сөз еркіндігі бар, сөйлеймін дейтін азаматтар сөйлеп жатыр, айтып жатыр. Тек қана кішкене әлі де ақсаңдап жатқан бұл газеттер. Газетті оқу кішкене енді заманның мүмкін сол талабы шығар, телефонға көшіп кеттік бәріміз. Көп өңірлерде газеттер әлі бар, бірақ олардың тираждары аз, редакциясы әлі қиналып отыр. Телеарна, радио, интернет, медиа бізде жақсы дамыған, кішкене газеттер қиын жағдайда. Сондықтан да журналистиканың сөз еркіндігі, сапасы жағынан мен 5 деген баға қояр едім. Өзіңіз де қандай жақсы журналистсіз. QR деген біздің порталдарыңыздың көріп отырам, өте көп белсенді қатысасыздар мысалға. Сондықтан да мен ойлаймын, ол жағынан проблема жоқ. Тек кішкене бір түзеп жіберетін жері қазақ газеттері. Басылым дейікші. Сол ниетім. Рахмет, тұшымды пікірлеріңізге, ойларыңызға ерекше. Рахмет. Бұйырса, бізді оқып отырыңыз. Оқимын міндетті түрде. QR News'қа мен тек жақсылық тілеймін. Мынандай әңгіме болсын, бізде осындай мәнді, терең, кішкене подкасттар қазір көбейіп жатыр ғой. Жастар қуантады, осы подкаст дегенді көп көреді. Сондықтан да осындай игі бастамаларыңыз көп болсын. Сәттілік сіздерге. Құрметті оқырмандар, сұхбат осымен тәмам. Бізге тіркеліп пікір білдіруді, сұрақ жолдауды ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.